Бұқалар енді сезетті әлсіз малды үстіне секіреді. Бұқалар бір бұқаға секіреді, и оны басқа бұқалар көріп қалса, соны көтек қылып жібереді екен, қазақша айтқанда. Әрине, бұл кәдімгі бұны кітап жазу болады, шын айтқанда. Бұл да бір психология ғой. Мысалы, көбінесе жаңадан келген малдар болады. Жаңадан келген ішінде бір әлсіз малдар болады. Бұл бұқалар енді сезетті әлсіз малды сезгеннен кейін жаңадан қысып үстіне секіреді. Егер уақытылы бұны шығармаса, бұл мал бір күн ішінде өліп қалуы мүмкін. Неге? Өйткені жаңа қысқаннан кейін бұл жаңа тікішегін барлығын жаңағындай жыртып тастады, ішінде перитонит, мысалы, воспаление жүруі мүмкін. Бұдан кейін мал тамақ ішпейді. Енді былайша айтқанда Стресс кетсе. Стресс әрине болады. Үлкен дәретке бара алмайды. Өйткені тікішеге ауыратын болады. Мал жата береді, және тамақ ішпейді, содан кейін өледі. Бәрінде бір проблема да негізі. Кейбіреулер не істейді? Әйтеуір секірдім, бұл алып жатып барып етке тастап кетеді. Бізде енді өйтіп көп істемейміз, өйткені бұл емдеуге келмейді, бұл жарамайды. Антибиотикке келмейді, ештеңе келмейді. Рас қой. Егер шын бір тікішегін бар жыртып тастаса, ол мал жарамайды. Сондай малдар көретін болса, бірден шығарамыз. Сосын біраз уақыт кішкене ұстағаннан кейін басқа бір жаңадан келген малдар келетін болса, солармен қосып білдіртпей кіргізіп жібереміз ішіне. Бұл бір тәсілі, екінші тәсілі вакцинация кіргіземіз. Малдардың барлығы жаңағындай енді есін жеп түк түсінбей жаңағы келіп станоктан өтіп вакцина алып сөйтіп отқан кезде әйтеуір айғай-шумен сол білінбейді, сол жерге тығып жібереміз тағы да.